Енем менің пәтерімді сатып алған ақшаны неге өзіне бермегенім үшін айқай шығарып, үйді басына көтерді. Күйеуім болса, анасын жақтап, менің қолымды қайырып сындырып жіберді. Бірақ тура 15 минуттан кейін екеуі де өмірге келген күндеріне өкініп қалды. Ал бастамас бұрын сіздерден лайк басып, арнаға тіркеліп қоюды сұраймын. Сіздердің қолдауларыңыз біз үшін өте маңызды. Рахмет. Енді әңгімені бастайық. Айғаным ешқашан қарашаның салқын бір таңы оның бүкіл өмірін төңкеріп жібереді деп ойламаған еді. Таңғы сағат 7-де есік қоңырауы шырылдағанда ол Нұржанға таңғы ас дайындап жатқан. Пеш үстінде жұмыртқа қуырылып, шәйнек баяу ызындап қайнап тұрды. Айғаным әдеттегідей бәрін уақытында жасап үлгеруге тырысатын. Күйеуі құрылысқа ерте кететін. Сондықтан күн сайын таң атпай тұрып ас әзірлеу оған үйреншікті нәрсе еді. Есікті ашқанда табалдырықта жасы 60-тан асқан, қара костюм киген, қолында ескі былғары портфелі бар нотариус тұр екен. Оның шашы тап-таза тарап қойылған, жүзі байсалды, көзі сұсты еді. Сіз Айғаным Әлбек қызсыз ба? Деді ол ресми үнмен. Айғаным иә деп басын изеді. Сол сәтте оның жүрегі әлденеден секем алып, кеудесін белгісіз қорқыныш қысты. Өйткені таңғы уақытта үйге нотариустың келуі жақсылықтың белгісіне ұқсамайтын. Әлгі кісі өзін таныстырып, Айғанымның марқұм әкесінің сіңлісі қайтыс болғанын, сол кісінің өсиеті бойынша мұрагерлікке байланысты келгенін айтты. Айғаным бір сәтке қатып қалды. Ол әкесінің қарындасы Мәрия апаймен аса жақын болған емес. Жылына 1-2 рет қана туыстық жиындарда жүздесіп қалатын. Мәрия апай омаша жүретін, ешкімге ішін аша бермейтін. Бірақ Айғаным оны бала күннен сабырлы, салмақты, ешкімге жалынбайтын ерекше жан ретінде білетін. Нотариус портфелінен құжаттарды шығарып, өсиеттің мазмұнын оқып берді. Соған сәйкес, Айғанымға қала орталығындағы 3 бөлмелі пәтермен 3 миллионға жуық жалпы құнға келетін қомақты мұра деп аламыз. Айғанымның аяғы дірілдеп кетті. Қала орталығындағы кең пәтер деген ол үшін түсіне кірмейтін байлық еді. Қарапайым косметика дүкенінде сатушы болып істейтін ол ай сайын тиын санап өмір сүретін. Ал мынау аяқ астынан келген мұра мүлде бөлек өмірдің есігін ашқандай сезілді. Неге мен? Деп сыбырлады ол. Нотариус өсиеттен бір жолды оқып берді. Бар мүлкімді жиенім Айғанымға қалдырамын. Себебі ол туыстардың ішінде адандық қалпын жоғалтпаған, менен ақша сұрамаған, сыйластықты сақтаған жалғыз жан. Сол сөздер Айғанымның жүрегіне тиді. Мәрия апай оны сырттай бақылап, бағалап жүргенде еді. Сол кезде ас үйден Нұржанның даусы шықты. Айғаным, кім келді? Таңғы ас дайын ба? Айғаным тез-тез қол қойып, нотариусты шығарып салды. Ас үйге кіргенде Нұржан телефон шұқылап нан жеп отырған. Ол 38-де шамасындағы шымыр денелі, бірақ шешім қабылдағанда көбіне анасының ығына жығылатын адам еді. Кім еді? Деді ол көзін көтерместен. Нотариус, маған мұра қалыпты. Нұржан бірден серпіліп кетті. Қандай мұра? Айғаным абдырап тұрып бәрін айтып берді. Қала орталығындағы 3 бөлмелі пәтер, банктегі қомақты ақша. Нұржанның көзі жайнап шыға келді. Әлгі сәтте оның жүзінен әйеліне жанашырлық емес, дайын олжаға жеткен адамның қуанышы сезілді. Байып кеттік қой, деп орнынан атып тұрып, Айғанымды құшақтап айналдыра бастады. Бірақ Айғаным неге екенін түсінбесе де, сол қуаныштың астарынан бір жайсыздық сезді. Қуаныш шынайы секілді, бірақ тым ашкөз, тым есепшіледі. Сол күні кешке үйге Раушан келді. Нұржанның анасы бұрын зауытта бас есепші болып істеген. Бәрін бақылауға, бәрін реттеуге дағдыланған әйел болатын. Ол үйге 2 дорба азық-түлікпен кіріп келіп, амандасудан бұрын-ақ негізгі әңгімеге көшті. Нұржан бәрін айтты. Пәтерді тезірек рәсімдеп, тез сату керек. Нарық бір күнде құлап кетуі мүмкін. Айғаным енесінің сөйлеу мәнеріне селк етті. Өйткені Раушан мұрананы Айғанымдікі емес, ортақ табыс секілді айтып отырды. Қонақ бөлмеге жайғасқан ол сөмкесінен блокнот шығарып, есеп жүргізе бастады. Қала орталығындағы ондай пәтер кемі 2,5 не 3 миллион тұрады. Үстіне банктегі ақша тағы бар. Барлығы тамаша мүмкіндік. Нұржан қызыға басын изеп отырды. Екеуі мұраның болашағын емес, ақшаның бөлінісін талқылап жатқандай еді.
Раушан бірден жоспар ұсынды. Пәтерді сату, шет жақтан арзандау, 2 бөлмелі үй алу. Қалған ақшаны сенімді адамға инвестициялау. Мен білетін кісі бар, құрылыс саласында жүреді. Жылына 30% табыс береді, деді ол. Айғаным үнсіз тыңдап отырды, бірақ ішінен қайнай бастады. Өйткені ешкім одан не ойлайтынын, өзі не қалайтынын сұраған жоқ. Бәрі оны жоқ адамда есептеді. Ақыры шыдамай, кешіріңіз, бірақ бұл менің мұрам. Мен қазір ештеңе сатқым келмейді, деді. Раушан таңырқап қарап қалды. Бала үлкендердің сөзіне араласып кеткендей кейіп танытты. Қызым, сен түсінбейсің. Ақша жұмыс істеу керек. Үйді тез өткізу керек. Уақыт жоғалтсақ, ұтыламыз. Нұржан да анасын қостады. Анам дұрыс айтады. Бізге жақсы болады ғой. Айғанымның жүрегінде әлдене тырс ете түсті. Мен ойланам, деді ол қысқа ғана. Раушанның жүзі бірден суып кетті. Сол күннен бастап үйдегі ауа өзгерді. Нұржан кешке дейін қиялдап, қайда ақша салатынын, қалай көлік ауыстыратынын, қалай жақсы өмір бастайтынын айтып шықты. Ал Айғаның түнде ұйықтай алмай, бір жағынан Мәрия апайдың өсиетін, бір жағынан енесі мен күйеуінің тым асығыс жоспарын ойлады. Келесі күні ол жалғыз өзі мұраға қалған пәтерді көруге барды. Пәтер қала орталығындағы ескі, бірақ сапалы салынған үйдің 7-ші қабатында екен. Биік төбелер, кең терезелер, ағаш еден, қабырғадағы суреттер, кітап сөрелері, ұқыпты жиһаз. Бәрі де сол үйде өмір сүрген адамның талғамын көрсетіп тұрды. Бұл жай ғана мүлік емес, тұтас бір өмірдің ізі. Айғаным бөлмелерді аралап жүріп, Мәрия апайды мүлде басқа қырынан танығандай болды. Кабинет үстелінің тартпасында хаттар мен құжаттар жатыр екен. Айғаным соларды қарап отырып, Мәрия апай неге мұраны оған қалдырған түсіне бастады. Бір хатта бір туысы ақша сұраған. Екінші хатта тағы бірі қызының тойына демеушілік сұрапты. Үшінші біреуі тіпті Мәрия апайды қарттар үйіне орналастырып, пәтерді сатып, ақшаны бөлісуді сұнған. Айғанымның жүрегі айнып кетті. Туыстар ол кісіні адам емес, ақша көзі көрген. Ең соңғы хатты ашқанда, ол тіпті орнында сілейіп қалды. Хат Раушаннан келген еді. Жарты жыл бұрын жазылған. Онда Раушан өзін жиеніңіздің енесімін деп таныстырып, жас отбасының қиын жағдайын айтып, ишарамен көмек сұраған. Айғанымның беті ду ете қалды. Демек, енесі Мәрия апайдың барында, жағдайын да бұрыннан білген. Тіпті Айғанымға айтпай, одан ақша сұрауға үлгерген. Енді бәрі орнына келгендей болды. Ақылды қолдан, жиенім, деген өсиет сөзінің астарында тек ескерту емес, сақтандыру жатқан екен. Бір аптадан кейін Айғаным банкке барып, мұрадағы есепшотты өз атына рәсімдеуге кірісті. Сонда банк қызметкері құжаттарды тексеріп отырып абайлап, «Сізде бір мәселе бар сияқты», деді. Айғаным шошып кетті. Сөйтсе, Нұржанның атына алынған, бірақ Айғанымды қоса қарыз алушы ретінде көрсеткен несиесі бар екен. Оның үстіне қарыз мерзімі өтіп кеткен. Айғаным не туралы сөз болып тұрғанын түсінбей, құжаттарды сұратты. Сонда шындық ашылды. Нұржан 3 ай бұрын қомақты несие алып, құжаттарға Айғанымның жалған қолын қойып жіберген. Ақшаны бір инвестицияға салған. Айғаным үйге мұздай күйде оралды. Нұржан теледидар көріп, ештеңе болмағандай сыр ашып отырған. Құжаттарды оның алдына тастай салғанда, әлгінің өңі қашып кетті. Алдымен жалтарды, сосын мойындады. Анам айтты, танысы бар екен. Ақшаны 2 есе қыламыз деді. Мен тез жауып тастаймыз деп ойладым. Айғаным оның жүзіне ұзақ қарады. Бұл жерде тек ақша мәселесі емес еді. Бұл сатқындық еді. Оның рұқсатынсыз қолын қолдан жасау, оны қарызға батыру, мұрасын сол қарызды жабатын құтқарушы ақша ретінде күту, мұның бәрі алдын ала ойластырылған қулық еді. «Қанша салдың?» деді ол. «Барлығын». Сол сәтте Айғаным бір нәрсені анық түсінді. Нұржан мен Раушан мұраны бақыт деп емес, өздерінің былығын жабатын жол деп күткен. Нұржан жалына бастады. «Пәтерді сатсақ қарыздан құтыламыз, бәрі жақсы болады». Бірақ Айғанымның іші тас болып қатты. «Жоқ, мен сендердің қарыздарың үшін мұраны құрбан етпеймін.
Сол күннен бастап олардың арасындағы сенім өліп бітті. Келесі күндер тыныш көрінгенімен, шын мәнінде үйдің ішінде көрінбейтін соғыс басталған еді. Нұржан біресе жұмсарып, біресе ашуланып, мұраны сату туралы әңгімені қайта-қайта қозғай берді. Раушан болса күнде келіп, бірде аяу шоқпен, бірде ақыл айтып, бірде қысым көрсетіп, Айғанымды райынан қайтаруға тырысты. Нұржан менің жалғыз ұлым. Оның өмірі құрып кетсе, соған шыдай аласың ба? Дейтін ол. Бұл қылмыстық іс емес, азаматтық іс, деп жауап беретін Айғаным сабырмен. Бірақ енесі оған құлақ асатын емес. Бір күні таңертең Раушан аяқ астынан келіп, қолында қалың папка ұстап кіріп келді. Қонақ бөлмеге өтіп, үстел үстіне бірнеше қағаз жайып салды. Мынау менің соңғы 5 жылда сендерге көрсеткен көмегімнің есебі, деді ол салтанатты үнмен. Айғаным қағаздарға қарады. Раушан әр әкелген азық-түліктің, әр дайындаған тамағының, әр айтқан кеңесінің, тіпті Нұржанға жұмыс табуға көмектескенінің де құнын жазып шығыпты. Соңында дөңгелетіп барып, 200 мың шамасында сома шығарған. Ал моральдық қолдау мен өмірлік тәжірибемді есептеген жоқпын әлі, деді ол маңғазданып. Айғаным өзін мазақ қылғандай сезінді. Бірақ бұдан да сорақысы, Раушан сөзінің соңында, сондықтан мұраның кемі жартысы маған тиесілі деп есептеймін, деді. Айғаным сенбей қалды. Жартысы ма? Я, әділет солай. Мен осы отбасы үшін көп еңбек сіңірдім. Оның үстіне сен бұл байлыққа жалғыз қол жеткізген жоқсың. Сен біздің әулетке келін болып түстің. Айғанымның бойын ашу билеп бара жатты. Раушан тіпті қолдан сызған әулет шежіресінде шығарып, біздің отбасында үлкендер қаржы мәселесін шешіп отырған деп дәлелдегісі келді. Бірақ ол шежіреде аты аталған кісілердің бәрі қарапайым жұмысшы, ұстаз, шебер адамдар болатын. Ешқандай атақ даңқ, бай әулет туралы сөз жоқ. Айғаным ішінен күліп алды. Бірақ сыр бермей, сіздің отбасыңыздың дәстүрінде келіннің жеке мұрасына қол сұғу қай жерде жазылған, деді. Раушан сәл тосылды да тез есін жиып, ондай нәрселер қағазға жазылмайды. Олар ұрпақтан ұрпаққа беріледі, деді. Дәл сол сәтте есік ашылып, Нұржан кіріп келді. Ол екеуін бірге көріп, қабағы түсіп кетті. Бірақ анасын тоқтатудың орнына оның сөзін жалғады. Айғаным, анам дұрыс айтады. Біздің үйде үлкендердің сөзі әр қашан өткен. Айғаным ұзақ қарады оған. Сенің үйінде өтсін. Ал менің мұрамыма ешкім әмір жүргізбейді. Нұржан бірден мазасыздана бастады. Болмаса анама бір бөлігін бере салайық. Жартысын емес, 20% болса да. Жоқ, деді Айғаным. Раушан орнынан атып тұрып, көз жасын сығып шығарғандай кейіп танытты. Демек, 5 жылдық көмегімнің құны жоқ болды ғой. Демек, мен саған бөтен екенмін. Көмегіңіз шын жанашырлықтан емес, бақылау үшін жасалғанын енді түсініп отырмын, деді Айғаным. Сол сәтте Раушанның жүзіндегі жасанды мұң әп сәтте ашуға айналды. Нұржан, естіп тұрсың ба? Маған қандай сөз айтып отыр? Нұржан тағы да анасының жағына шықты. Айғаным, кешірім сұра. Бірақ Айғаным бұл жолы шегінбеді. Шындық үшін кешірім сұрамаймын. Сол күні ене мен бала ренжіп шығып кетті. Ал Айғаным олардың кеткеннен кейін ұзақ үнсіз отырды. Ол бірінші рет өзінің бұл отбасында шын мәнінде жалғыз екенін анық сезінді. Келесі бірнеше күнде Нұржан үйге кеш келіп, диванда жатып, әйелімен көзге тіке қарамайтын болды. Раушан болса, үндемей қалғандай көрінді. Бірақ дәл сол тыныштық Айғанымға күмән туғызды. Өйткені ондай адамдар үнсіз қалса, бірдеңе дайындап жүреді. Жұма күні кешке Айғаным барлық құжаттарды қайта қарап шығуды шешті. Мұра, пәтер сату, банк қағаздары, бәрін мұқият реттеп, бөлек папкаға салып отырды. Сол кезде несиеге қатысты анықтамалардан бір қатар сәйкессіздік байқады. Нұржанның табысы көрсетілген қағазда оның жалақысы шындықтағыдан 2 есе көп жазылған. Жұмыс орны ретінде басқа компания көрсетілген. Анықтамадағы мөр де күмәндеді. Ол үстел шамын жақынырақ тартып, қағазды тағы да зер салып қарады. Мөр түпнұсқа емес, түрлі түсті принтерден шыққан із сияқты. Қол да қолдан салынғанға ұқсайды. Сол мезетте Айғанымның бойын суық үрей шарпыды. Бұл жай қарыз емес, құжат қолдан жасау арқылы алынған несие еді.
Демек, іс енді отбасы ішіндегі жанжал шегінен шығып кеткен. Бұл заң бұзушылық, тіпті қылмыстық әрекет болуы мүмкін. Бірақ Айғаным бұл жаңалықты бірден жарияламады. Ол әуелі барлық дәлелді үнсіз жинауға бел буды. Ертеңіне пәтерді көруге келген риэлтор Парасат қала орталығындағы жақсы үйлермен жұмыс істейтін тәжірибелі маман еді. Ол пәтерді көріп шығып таңғалысын жасырмады. Мұндай үйге арнайы іздеп жүрген адам табылады. Мұны асықпай дұрыс адамға сатсаңыз, құнынан арзан кетпейді, деді. Бірнеше күннен кейін ол Айғанымға хабарласып, нақты сатып алушы барын айтты. Әлгі кісі бала күнінде сол үйде тұрған. Кейін тағдырдың жазуымен басқа жаққа көшіп кеткен. Енді есейіп дәулет жиып, туған үйіне қайта оралуды армандап жүрген жан екен. Ол нарықтағы бағадан әлде қайда жоғары сома ұсынды. Айғаным ұзақ ойланды. Мәрия апайдың үйі оған ұнап қалған. Бірақ бұл үй оның өмірін мәңгіге құтқармайтын еді. Ал қолдағы дәлелдерге қарап, Нұржан мен Раушан бұдан да сорақы қадамдарға баруы мүмкін екенін сезді. Сондықтан ол үйді сатуға келісім берді. Алайда бір ғана шарт қойды. Барлық ақша тек өзінің жеке есеп шотына түседі. Ешбір сенімхат, ешбір ортақ иелік болмайды. Парасат бәрін заңды жолмен рәсімдеуге уәде берді. Үйдегілер бұл жаңалықты естігенде қатты қуанды. Нұржан бірден жеңілдеп сала берді. Раушан тіпті, көрдің бе, мен айттым ғой, дегендей тәкаппаланып кетті. Олар мұны өз жеңісі деп қабылдады. Айғаным үндемеді. Ішінен ғана күле беріңдер деп ойлады. Өйткені ол бұл ақшаны олардың ойындағыдай жұмсамайтынын баяғыда шешіп қойған еді. Сату күні бәрі сәтті өтті. Сатып алушы жасы 50-ді алқымдаған, байыппен сөйлейтін мәдениетті азамат болып шықты. Ол пәтерге кіргенде толқып тұрды. Мен осы үйдің ауласында өстім. Әкем осы терезеден қарап отыратын, деді көзіне жас алып. Айғаным кенет тынышталып кетті. Мәрия апайдың үйі кездейсоқ адамға емес, қадірін білетін адамға өтіп жатқанына іштей риза болды. Сол күні кешке оның шотына қомақты қаражат түсті. Бұл сома оның бүкіл өмірін өзгерте алатын еді. Үйге қайтқанда дастарқан жайылып, шампан ашылып, бәрі мейрам жасап отыр екен. Раушан мәз. Нұржан тіпті қарыздан құтылғаннан кейін не істейтінін айтып, қиялға беріп кеткен. Сол сәтте Айғаным бәрінің көзінше. Мен сендердің қуанып отырғандарына қарсы емеспін. Бірақ бір нәрсені анық айтайын. Ақша менің жеке шотыма түсті. Оны қайда, қалай жұмсауды мен ғана шешем, деді. Үстел үстінде тыныштық орнады. Раушан бірінші болып есін жиды. Қызым, біз ғой бәрін бірге шешеміз деп отырғанбыз. Жоқ, ондай келісім болған жоқ. Жоспарды өздерің құрдыңдар. Нұржанның жүзі сұрланып кетті. Бірақ менің қарызым ше? Сенің қарызың, сенің әрекетіңнің салдары. Айғаным орнынан тұрып оларды үнсіз қалдырды. Сол түні үйдің іші қақ бөлінген майдан алаңына ұқсады. Келесі таң нағыз дауылдың басы болды. Раушан таңғы 7-ге жетпей есікті тарсылдатып келді. Ол бұл жолы жылап сықтамай, ашық шабуға көшкен еді. Дәлел, талап, айыптау, бәрін араластырып сөйледі. Нұржан да жұмысқа кетпей үйде қалды. Екеуі Айғанымды қыспақ қалуды ойлаған. Бүгін банкке барамыз. Сен Нұржанның қарызын жабасың. Сосын анаңа, яғни маған, еңбегім үшін бөлек ақша шығарасың, деді Раушан бұйрық раймен. Айғаным сабырмен ғана, жоқ, деді. Сол жалғыз сөз енесінің ашуын бұрқ еткізді. Сен кім болып кеттің өзі? Біздің отбасымызға келіп, енді байып алғанда өзіңді ханым сезініп отырсың ба? Нұржан да шыдамады. Айғаным, сен кім кеттің? Анама бұлай сөйлеме. Айғаным бұрылып. Ал сен маған жалған қол қойып, қарызға батырғанда тым кетпедің бе? Деді. Сөйткенше Раушан үстелді бір ұрып айқайға басты. Сен сол ақшаны бізге бересің. Сен ол ақшаға өзің жалғыз қожа бола алмайсың. Бұл әулеттің ақшасы. Айғаным орнынан тұрып есік жаққа беттеген. Ол бұл әңгімеден кеткісі келді. Бірақ Нұржан жолын бөгеді. Ешқайда кетпейсің, бүгін шешеміз. Айғаным оны итеріп өтіп кетпек болғанда, Нұржан оның білегінен ұстап алды. Ұстама қат, деді. Жібер, деді Айғаным. Жоқ, алдымен сөйлесеміз. Осы кезде Раушан айқайлап.
Қол қойдыр одан. Әйтпесе кейін бәрін тығып қояды, деді. Нұржан ашуға булығып, Айғанымның екінші қолында қайырып жіберді. Бір сәтте сүйек сықыр еткен дыбыс шықты. Айғаным жан даусымен айқайлап жіберді. Бәрі бір секундқа тына қалды. Оның көзіне жас үйіріліп, денесі дірілдеп кетті. Қолы сол сәтте-ақ ісініп, жансызданып бара жатты. Нұржан шошып кетті. Мен байқамай, деді абдырап. Раушан да сасқалақтады. Бірақ Айғаным бұл жолы тоқтамады. Ол сау қолымен телефонын жұлып алып, бірден жедел жәрдеммен полицияға хабарласты. Күйеуім маған күш қолданды, қолымды сындырды. Үйде тұрмын. Дәл қазір келіңіздер, деді анық дауыспен. Нұржан телефонды жұлып алмақ болды, бірақ Айғаным шевініп үлгерді. Раушан бірден басқа рингке ауысып, «Қызым, не істеп жатырсың? Өз адамыңды түрмеге отырғызбақсың ба?» деді жалынған үнмен. «Жоқ, заң өз жұмысын істейді», деді Айғаным. Жедел жәрдеммен учаскелік топ көп күттірмей жетті. Дәрігерлер Айғанымның қолын қарап, алдын ала сынған болуы мүмкін екенін айтты да, оны бірден ауруханаға алып кетті. Полиция сол жерде Раушан мен Нұржаннан түсініктеме алды. Бірақ ең сорақысы әлі алда еді. Ауруханада рентген сынықтары растады. Ортан жілік емес, қол сүйегінің жарықшағы анық көрініп тұрды. Дәрігер жарақаттың күшпен қайыру салдарынан болғанын жазып берді. Бұл анықтама Айғаным үшін шешуші дәлел болды. Ол аурухана төсегінде жатып, телефонынан бірінен соң бірін әрекетке көшті. Алдымен банктегі жалған несиенің көшірмелерін, күмәнді анықтамаларды, Раушанның Мәри апайға жазған хатын, пәтерге қатысты құжаттарды түгел сканерлеп, бұлтқа сақтады. Сосын заңгерге хабарласты. Заңгер бәрін мұқият тыңдап шығып, бірнеше бағытта қатар жүруге кеңес берді. Дене жарақаты бойынша арыз, жалған құжатпен несие алу фактісі бойынша бөлек арыз, мұраға қысым көрсету мен бопсалау әрекеттерін дәлелдейтін материалдарды жинақтау. Қажет болса, қорғану нұсқамасын рәсімдеу. Айғаным еш кідірмеді. Екінші күні полицияға ресми түсініктеме беріп, медициналық анықтаманы тіркеді. Үшінші күні банк қауіпсіздік қызметіне өтініш түсірді. Олар қолтаңбаны сараптамаға жіберуге міндетті болды. Төртінші күні нотариусқа барып, мұраның жеке меншік екенін және оған ешкімнің ортақ үлеске құқығы жоқ екенін растайтын құжаттардың көшірмесін алды. Осы аралықта Нұржан мен Раушан бірінен соң бірі хабарласа бастады. Алғашында кешірім сұрады, кейін қорқытты. Одан кейін тағы жалынып көрді. Нұржан, ашумен болды, байқамай қалдым. Ананың сөзін тыңдап кеттім, деді. Раушан болса, отбасылық мәселені сыртқа шығарма. Елге масқара боламыз. Арызымды қайтарып ал деп, қайта-қайта қысым жасады. Бірақ Айғаным олардың әр хабарламасын сақтап отырды. Тіпті кей қоңырауларын жазып алды. Сол жазбалардың бірінде Раушан ашумен, сол ақша болмаса Нұржан құриды. Сен бәрібір төлеуге мәжбүр боласың, деген еді. Бұл сөз кейін сотта өте маңызды болды. 2 апта өтпей жатып, банк сараптамасы Айғанымның қолы құжатта қолдан салынғанын көрсетті. Бұдан кейін іс күрт өзгерді. Нұржанның үстінен алаяқтық белгілері бар материал тіркелді. Ал жалған анықтамаларға байланысты, оның несие алу кезінде жалған мәлімет бергенде қарала бастады. Раушанның өзі тікелей несие құжатына қол қоймаса да, ұйымдастырушы не итермелеуші ретінде тергеуде бірнеше мәрте аталды. Себебі Нұржан алғашқы жауабындақ, анам айтты, анамның танысы, анам көндірді деп көрсетіп қойған еді. Бұл жолы Раушанның бұрынғыдай паңдығы қалмады. Ол адвокат жағалап кетті. Бірақ Айғанымда бос отырмады. Ол бірден ажырасуға арыз берді. Ортақ мүлікке қатысты талаптарды заңгермен есептеп, өзіне тиесілісін қорғады. Ең бастысы, мұрадан түскен ақша оның жеке қаражаты ретінде заңмен тануды. Нұржан оған не Раушанға ешқандай үлес тиесілі еместігі анықталды. Сотқа дейінгі кезең ауыр өтті. Нұржан бірнеше рет кездесу сұрады. Бірде гүл алып келді, бірде жылады. Бірде өзін аянышты көрсеткісі келді. Бірақ Айғанымның жүрегі баяғыда суып қалған. Ол енді бұрынғы аңғал келін емес еді. Ол дәлелмен сөйлейтін, заңды білетін, шекарасын қорғайтын әйелге айналды. Сот күні келгенде Раушан бәз баяғыдай өзін ұстамақ болды. Бірақ куәгерлер, банк сараптамасы, медициналық қорытынды,
хабарламалар, аудиожазбалар, нотариалдық құжаттар. Бәрі бірге оның да, ұлының да маскасын жуып тастады. Сот Нұржанның Айғанымға дене жарақатын келтіргенін, сондай-ақ несие рәсімдеуде жалған құжат қолданылғанын ескеріп, оған жаза тағайындады. Қылмыстық жауапкершіліктің нақты бабы мен көлемін көркем мәтінде тым техникалық қылмай айтайық. Ол шартты мерзіммен ғана құтылып кетпеді. Айтарлықтай құқықтық жаза алды. Қарыз толықтай өз мойнына жүктелді. Ал Айғаным жәбірленуші ретінде толық қорғалды. Сонымен қатар оған жақындамау туралы шектеу де бекітілді. Раушанның өзі де тергеу аясында жалған әрекеттерге ықпал еткені үшін жауапсыз қалған жоқ. Оның аты банк пен құқық қорғау органдарының материалдарында қалды. Беделі түсті. Айналасына сыймай жүрген өр көкіректігі бірақ күнде жоқ болды. Ал Айғаным ше? Ол мұрадан түскен ақшаның бір бөлігін қауіпсіз депозитке салды. Бір бөлігіне шағын, бірақ жайлы пәтер сатып алды. Қалғанын білім алуға, өз ісін бастауға жұмсады. Бірнеше айдан соң ол косметика дүкенінен шығып, әйелдерге арналған шағын онлайн дүкен ашты. Өз аяғымен тұрған, ешкімге жалтақтамайтын өмір басталды. Кейде кешке терезе алдында отырып, Мәрия апайдың өсиетін есіне алатын. Ақылды қолдан жиенім. Сол сөз оның өмірін сақтап қалғанда еді. Егер ол алғашында Раушан мен Нұржанның қысымына көніп, ақшаны бөліп берсе, қарызды жауып, тағы да солардың айдауымен жүре берсе, бәлкім бүгінде бақытсыз, қорланған, өз құнын ұмытқан әйел болып қалар ма еді. Бірақ ол басқаша жол таңдады. Қорықса да, жалғыз қалса да, заңға жүгінді. Сол арқылы өзін де, болашағын да құтқарып қалды. Өмір кейде ең жақын адамдардың шынайы жүзін ауыр жолмен көрсетеді. Бірақ сондай сәттерде үндемей көну мейірім емес. Әділдік сұрау қатыгездік емес. Өзімді қорғау күнә емес. Айғаным осыны кеш түсінсе де дұрыс түсінді. Ал Нұржан мен Раушан сол күні бір нәрсені ұқты. Өзгенің мұрасына көз тігіп, қысым жасап, күш қолданып, өтірікпен өмір сүргісі келген адам түбінде заң алдында да, өмір алдында да жеңіледі. Айғаным аурухананың терезесінің алдында үнсіз тұрды. Қолына салынған гипс ауыр тартып тұрғандай. Бірақ оның ішіндегі ауырлық одан да қатты еді. Сыртта адамдар өз тіршілігімен асығып жүр. Біреу күліп барады, біреу телефонмен сөйлесіп барады. Ал біреу өмірінде ештеңе болмағандай жай ғана өтіп кетіп жатыр. Ал Айғанымның өмірі бір сәтте екіге бөлінгендей еді. Бұрынғысы және бүгінгісі. Ол терең дем алды. Бітті деп сыбырлады. Ол өзіне дәл сол сәтте есік баяу ашылып, ішке Нұржан кірді. Оның жүзі сырланып кеткен көздері ұйқысыздықтан қызарып тұр. Айғаным, деді. Ол жай ғана. Бірақ Айғаным бұрылмады. Мен сені тыңдай алмаймын енді, деді ол салқын ғана. Нұржан бір қадам жақындап, мен бәрін түсіндім. Анам бәрімен қателестім, деді. Айғаным жай ғана күліп жіберді. Бірақ ол күлкіде жылу жоқ еді. Сен қателеспедің, Нұржан. Сен дәл өзің қандай болсаң, солай әрекет еттің, деді ол. Ақырын енді бұрылып, оның көзіне тік қарады. Қателік бір рет болады. Ал сен таңдау жасадың, Нұржан. Үнсіз қалды. Мен сен үшін ешқашан бірінші орында болмағамын. Әрқашан анаң, әрқашан ақша, деді. Айғаным бір сәт тыныштық орнады. Енді бәрі заңмен шешіледі, деді ол. Анық дауыспен. Бұл сөз соңғы нүкте сияқты естілді. Бір аптадан кейін сот отырысы басталды. Айғаным қарапайым киініп келген ашық түсті көйлек, жинақы шаш. Ешқандай артық сән жоқ. Бірақ оның көзқарасында бұрынғы әлсіздік жоқ еді. Ол енді басқа адам болатын. Раушан залда отырды. Бұрынғыдай паң емес, қолдары дірілдеп тұр. Нұржан төмен қарап отыр. Судья құжаттарды қарап, бірінен соң бірін оқи бастады. Жалған қолтаңба, жалған анықтама, дене жарақаты. Әр сөз зал ішінде ауыр естілді. Айғаным үнсіз тыңдап отырды. Раушан шыдай алмай. Біз отбасы ғой. Неге бұлай істедің, деді, сыбырлап. Айғаным оған жай ғана қарады. Отбасы сенімнен басталады. Сіздер оны өздеріңіз жойдыңыздар, деді.
Судья соңғы сөзін айтты. Шешім шықты. Нұржан жауапқа тартуды. Қарыз толық өзіне жүктелді. Раушанның әрекеттері де іс материалдарына енгізілді. Ал Айғаным бірінші рет өзін жеңіл сезінді. Сот залынан шыққанда ол тоқтап аспанға қарады. Бұл оның жаңа өмірінің бірінші күні еді. Бірақ оқиға мұнымен аяқталған жоқ. Бірнеше күннен кейін Айғаным бұрынғы пәтерінен соңғы заттарын алып кетуге барды. Үй іші бос, тыныш. Тек қабырғалар ғана өткеннің үнін сақтап тұрғандай еді. Ол баяу жүріп ас үйге кірді. Дәл осы жерде ол таңертең ерте тұрып Нұржанға тамақ дайындайтын. Дәл осы жерде алғаш рет мұра туралы естіген. Дәл осы жерде бәрі басталған еді. Ол бір сәт көзін жұмды. Бірақ бұл жолы оның ішінде өкініш емес тыныштық болды. Сол кезде есік сықырлап ашылды. Айғаным бұрылып қараса, Нұржан тұр екен. Жалғыз анасы жоқ бұл жолы. Ол мүлде басқаша көрінді. Шаршаған, сынған адам сияқты. Айғаным, деді ол тағы да. Бірақ бұл жолы оның даусында бұрынғыдай сенімділік жоқ еді. Не керек, деді Айғаным. Қысқа ғана, мен сені қайтарғым келеді, деді ол бірден. Мен бәрін түсіндім. Мен өзгеремін. Ант етемін. Айғаным басын баяу шайқады. Тым кеш, Нұржан, сен бәрін жоғалттың, деді ол тыныш ғана. Мен емес, өзіңді жоғалттың, Нұржан. Көзіне жас алды. Бір қадам жақындады. Бірақ тоқтап қалды. Сен шынымен кетесің бе, деді ол сыбырлап. Айғаным оның көзіне соңғы рет қарады. Иә, деді ол. Енді мен өзімді таңдаймын. Ол есіктен шығып бара жатып бір ретте артына қарамады. Подъезден шыққанда таза ауа кеудесін толтырды. Ол терең дем алды. Бұл оның жаңа өмірінің еседі. Ешқандай қорқыныш жоқ. Ешқандай қысым жоқ. Тек еркіндік. Бір айдан кейін Айғаным жаңа пәтерінде терезе алдында отырды. Қала орталығы алыстан көрініп тұр. Қолындағы гипс алынған, бірақ оның орнында қалған із оған өткенді еске салатын белгі болып қалған еді. Бірақ бұл белгі енді ауыртпайтын. Тек еске салатын сабақ еді. Ол ноутбугын ашып, өз дүкенінің алғашқы тапсырыстарын қарап отыр. Кішкентай бизнес, бірақ өзінікі. Таза, адал еңбекпен басталған жаңа өмір. Сол кезде оның телефонына хабарлама келді. Белгісіз номер. Айғаным біраз қарап тұрды да ашты. Бұл Раушаннан еді. Кешір деп жазылыпты. Тек бір сөз ғана. Айғаным экранға біраз қарап отырды да, жай ғана өшіріп тастады. Кейбір кешірімдер тым кеш келеді. Ол қайтадан терезеге қарады. Күн батып бара жатыр. Аспан қызғылт түске боялған. Дәл сол сәтте ол күлімсіреді. Алғаш рет шын жүректен, тыныш әрі сенімді. Ол енді әлсіз емес. Ол енді ешкімнің көлеңкесінде емес. Ол өз өмірінің иесі еді. Егер осы оқиға сізге ой салса, лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыз. Ал сіз Айғанымның орнында не істер едіңіз? Комментарийге жазыңыз.